Қайырлы күн достар, сіздермен Pixsoft және мен Дәулет. Бүгін біз 140 балл бот жайында сөйлесетін боламыз. Бұл ботты біз iStudy ұбт-ға дайындау орталығына арнайы тапсырысымен жасап берген болатынбыз. Бұл ботты көбінесе оқушыларға қолданатындай жасадық, себебі ішінде көптеген тест сұрақтары, яғни ұбт-ға арналған тест сұрақтары, көптеген шпаргалкілер, қосымша ақпараттар енгізілген. Осы ботты бірге қарап талқылап көрейік. Қазір мен боттың басты бетіндемін, іске қосу үшін старт батырмасын басамын. Старт батырмасын басқаннан кейін маған бірден тілді таңдау ұсынады, яғни ботпен сөйлесуге ыңғайлы тілді таңдаңыз. Қазақ тілін басып, тілді таңдаймын. Осы кезде маған текст шығады: құрметті жас түлек, iStudy сайты ұбт-ға дайындық ретінде балл 140 бот ұсынады деп, яғни 140 балл бот деп аталады негізі боттың аты, бірақ ана жерде оның домені, яғни оның логині сәл басқаша. Жалпы категориялар шығады маған ұсыныс ретінде: бірнеше, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 батырма шығады. Бұл батырмалардың әрқайсының өзіндік функциялар бар. Ең бірінші батырмаға мән берсек, бұл турнир батырмасы. Турнир батырмасын басқаннан кейін маған айтады: бұл категорияда сұрақтарға дұрыс жауап беру арқылы ботты белсенді пайдаланатын 10 үздік оқушы тізіміне ене аласыз. Яғни турнир сияқты, турнирде қалай қазір турнир дегеніміз, егер сіз бірінші этаптан өтсеңіз, екінші этапқа өтсеңіз, үшінші этаптан өтсеңіз, төртінші этапқа өтсеңіз, яғни кезек қиын деңгейлермен жүре бересіз. Сол сияқты бұларда осындай, егер сұрақтар қатарынан беріле береді, егер сіз барынша қатесіз жауап бере берсеңіз, очко ұпай жинай бересіз. Және көп ұпай жинағандар алғашқы 10 үздік оқушылардың арасынан 50% жеңілдік сыйлыққа беріледі. Алғашқы 10 үздік оқушыға кітап сатып алуға, яғни бұл iStudy компаниясы кітаптар сатумен айналысады. Турнирді бастау батырмасын басып көрейік. Басқаннан кейін бізде уже турнир басталды деп бірінші сұрақты берді. Кенесары Қасымұлы басқарған әскерде сатқындық жасағандар берілетін ең қатал жаза ол өлім жазасы болу керек, мен білуімше дұрыс дейді. Яғни мен 1 ұпай жинадым. Келесі сұрақ: Қостанай және Челябі осындай, яғни мен бір бассайын, қате болуы мүмкін. Сіз қате жауап бердіңіз, дұрыс жауап арқайым дейді. Мен қазір алтын асарда белгіледім, бірақ дұрыс жауап Д жауап еді. А емес, Д еді. Сіздің қазіргі нәтижеңіз 1, сіздің рекордыңыз 3. Мен негізі оның алдында да ботты қолданған, яғни менің негізі ең көп жауап берген турнирдегі балым ол 3 ұпай. Қазір мен бір рет дұрыс жауап беріп, бір ғана ұпай алдым. Және қазір менің очком қайттан обнуляция етіліп, турнир қайттан басталыпты. Мен қайттан өте аламын мысалы. Тағы да 0 ұпай алып қалдым деген сияқты. Жалпы турнирдің мағынасы осындай: турнирден шығу батырмасын басып, турнирден қайттан шығам. Пән бойынша тест тапсыру батырмасы бар. Екіншісі, бұл функцияда мен жеке пән бойынша тест тапсыра аламын. Мысалы, мен қазір биология пәнін таңдап көрейін. Маған биология бойынша сұрақтар келеді. Мысалы, мен қандай да бір балл белгілейін. Қате, дұрыс жауап сүт қышқылы дейді. Мен қазір сахароза деп белгіледім, бірақ сүт қышқылы дұрыс жауап. Мынаны мысалы бір тағы да белгілеп қойын. Тағы да дұрыс емес, Павлов екен. Тағы белгілеп қойын. Жарайсыз, дұрыс жауап беріңіз. Яғни мен осылай өзімнің қатемді біліп ұбт-ға дайындалған. Бұл керемет функциялардың бірі. Басқа пән таңдай аламын, немесе тестінен шығып қайта аламын. Мен тестінен шығу батырмасын басып, тестінен шығайын. Үшінші батырма чатқа қосу. Басқан кезде түрлі чаттар бар, осы оқушылардың өзінің арасында. Telegram чаттар, WhatsApp чаттар бір-бірімен байланысу мақсатында. Осыларға қосылғыңыз кезде осы батырманы басып қосыла аласыз. Және келесі үздік оқушылар боты, үздік оқушылар батырмасы. Үздік оқушылар батырмасын басқан кезде жаңағы турнирден ең көп алғашқы балл жинағандар бірінші шығады. Мысалы, қазір 7 баллмен Бинур деген қыз бірінші орында тұр. Бұл жақсы деген нәтиже. Назатқа жалпы қайттан категорияны таңдауға өту басып, назатқа арта басты менюға өттім. Келесі батырма бұл шпор іздеу батырмасы. Бұл жаңағы енгізілген сұрақтардың арасынан сіз мысалы бір сұрақ келіп қалса, сол арқылы сіз сұрағыңызға жауап таба аласыз. Мысалы, биологиядан асқазан бойынша бір сұрақ келді. Соның жауабын білу үшін басасыз, асқазан жазасыз, яғни сізге асқазан жайлы сұрақтар мен оның жауаптарын беріп отыратын болады. Мысалы, асқазанның сөлі иісі жоқ. Қауіпті асқазан ішек ауруы ол тырысқақ деген сияқты. Асқазан сөлі түссіз деп осындай бізге сұрақ пен жауапты шпаргалка ретінде ұсынып отырады. Бұл да базамен байланысқан боттың бір функциясы. Басты менюға қайттан өттім. ОБТ кітаптары басқан кезде мені сайтқа жібереді. Яғни бұл рекламный тағы да батырма. Мысалы, басқан кезде мен уже кітаптарды көре, бағасын көріп сатып алуға мүмкіндік бар. Айтпақшы, бұл сайтты да біз жасағанбыз. Біздің компанияға жүгінген болатын. Келесі бот туралы
батырма басқан кезде боттың авторларын шығарып береді, яғни кім жасады бұл ботты. Бұл жерде Абай ұстаз, Нұрсұлтан Серғазы, бұл біздің тапсырыс берушілеріміздің логиндері телеграмдағы. Бұлар боттың автор ретінде жүреді, яғни олар идея авторы. Келесі досымен бөлісу батырмасы басқан кезде бұл жерде WhatsApp-пен немесе досыма шақырту жіберу деген батырма бар. Мысалы, досыма шақырту жібер деп бассам, қазір сілтеме арқылы біз өзіміздің таныс достарымызға жібере аламыз. Жалпы 140 ботының функционалы осындай. Ішінде көрдіңіздер, турнир бар, пән арқылы тест тапсыру бар, шпаргалка іздеу, шпор іздеу, барлығы осы біздің iStudy орталығына арнап жасаған арнайы функцияларымыз арқылы жұмыс жасайды. Егер сіздерге де осындай арнайы телеграм боттар, WhatsApp боттар, чат боттар қажет болса, немесе сайттар қажет болса, бізге жүгінсеңіздер болады. Ол үшін осы видеоның астында біздің Instagram парақшамыз бар, немесе сайтымыздың сілтемесі бар. Кіріп, номерімізді алып хабарласыңыздар, WhatsApp-қа жазыңыздар, болмаса жай ғана дайректке жазыңыздар, каналға жазыңыздар, және Instagram парақшамызды жазып, бізді оқуды ұмытпаңыздар. Бізден көп пайдалы ақпараттар аласыздар деген үміттеміз. Сіздермен болған Пиксофт және мен Дәулет. Сау саламатта болыңыздар.